Электрлі самокатпен қай жерде және қай жастан бастап жүруге болады? Қабылданған жаңа заңға сәйкес, электросамокаттар қай жерлерде қозғала алады? Веложолдарда, веложолақтарда, 25 км жылдамдықпен жүріс бөлігінің оң жақ шетінде, оның ішінде маршруттық көліктерге арналған жолақтың бойымен бір қатарда қозғала алады. Және тротуарларда, жаяу жүргіншілер жолында 6 км/сағат жылдамдықпен қозғалады. Сол сияқты электросамокатта көлікке арналған жолмен жүруге тек 18 жастан бастап рұқсат етіледі, және жүргізуші куәлігінің кез келген санаты болуы керек. Электрлі самокат жүргізушілері шлем киюге міндетті ме? Мопед, электросамокат және велосипед жүргізушілері жолдың жүріс бөлігінде жүргенде ғана бекітілген шлемді кию керек. Электрлі самокат жүргізушілеріне бақылау қалай жүргізіледі? Жол жүрісі қағидаларын бұзған үшін оларға қандай жауапкершілік қарастырылған? Айта кету керек, кикшеринг компаниялары жаяу жүргіншілер мен саябақтардың белгілі бір жерлерінде электросамокат жылдамдығын шектейтін болады. Орнатылған GPS сенсордың арқасында мұндай аймақтарға кіру кезінде жылдамдықты шектеу автоматты түрде қосылады. Сонымен қатар электросамокат конструкциясы электросамокат басқаратындарға жаяу жүргіншілер ағынының жылдамдығын автоматты түрде сақтауға мүмкіндік беретін жаяу жүргіншілер режимі қарастырылған. Қазір оларды жолаушылар мен жүктерді тасымалдау үшін және сондай-ақ жол жүрісіне қатысушыларға қойылатын өзге де талаптарды бұзған үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 593 бабымен және 620 бабымен жауапкершілікке тартуға болады. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған электрлі креслолар шағын электрлі көліктерге жатады ма? Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған креслолар шағын электрлі көліктер санатына кірмейді. Себебі олардың қозғалуына арналған құрал болып табылады. Сонымен қатар шағын электрлі көліктердің пайдаланушыларға қойылатын жеке талаптарды мүмкіндігі шектеулі адамдар орындай алмайды. Мәселен, жолды кесіп өткен кезде креслодан түсіп, жетектеп өту деген сияқты талапты орындай алмайды. Сол үшін де қолданыстағы жол жүріс туралы заңға сәйкес, мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған арбамен жүретін адамдар жаяу жүргіншілерге теңестіріледі. Неліктен жаяу жүргінші ұғымына өзгеріс енгізілді? Жаяу жүргінші түсінігі электросамокат пен шағын электр көліктерін жетектеп жүруге қатысты заң талаптарына сәйкес реттелуде. Осы түзетуге байланысты бұл көліктерден түсіп жетектеген кезде олардың жүргізушілері жаяу жүргіншілерге теңестіріледі. Электрлі самокаттар ішкі істер органдарында тіркеле ме? Жоқ, тіркеуге жататын автокөлік құралдарының тізбесі кеден одағының дөңгелектік көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы техникалық регламентте бекітілген. Электросамокат бұл тізімге кірмейді. Электрлі самокаттардың максималды жылдамдығы 25 км/сағаттан артық болса, ол қай көлік түріне жатады? Бұл жағдайда электросамокат мопед ұғымына кіреді. Бұл ретте қазіргі уақытта максималды конструктивті жылдамдығы 50 км/сағаттан асатын электросамокаттардың импортын шектеу мүмкіндігі қарастырылуда. Себебі бұндай көліктер қауіпті, тұрақсыз және жарақат алу қаупі өте жоғары. Жүргізушіде өзімен бірге қандай заттар болуы керектігін, қандай талап қойылатынын түсіндіріп кетсеңіз. Бұл талапқа сәйкес сізде кез келген жарық қайтарғыш элементі бар зат болу керек. Яғни ол кез келген киім болу мүмкін. Күртеше, қалпақ, жилет, аяқ киім, рюкзак немесе сөмке және де арнайы жарық қайтарғыш ленталар, яғни кез келген жарық қайтарғыш элементтері бар заттар. Бұл заттардың көрінуін қамтамасыз ету қиын емес. Яғни бұл заттарды жүргізушіге жан-жағынан көріну үшін олар сіздің киімдеріңіздің барлық жерінде болу керек. Электрлі самокатты басқарушыларды жүргізуші деп атайтынын ескерсек, олар басқа жүргізушілер сияқты мас күйінде көлік тізгіндегені үшін жауапкершілікке тартыла ма? Электросамокат автокөлік құралы болып табылмайтындықтан және тіркеуге жатпайтындықтан оларға әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608 бабында көзделген жауапкершілік қолданылмайды. Электросамокатты мас күйінде жүргізгені үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 440 бабы бойынша жауапкершілікке тартылады. Сонымен бірге алдағы уақытта бұл мәселеге қатысты заңнамада әрине жетілдіретін болады.